Қан, Мұрат Алмасбекұлы, әңгіме. Ирексайдың жолында қатер көп, бұрылыстау болса да, күнгейдің арқар соқпағымен тартайық. Жүзбасы қыр желкеден қадалып тұрған жас сайлауыттың сұраулы жанарын арқасымен түйсінді. Алайда жауап беруге асыққан жоқ. Алдындағы қоңыр барқын таудың қойнау қапталына түнере қарады. Себезгілеген ақ жаңбырдың бозала мұнарына бұйыға тығылған Ирексайда көлденең көк аттыға сыр алдырмайтын сартоқым қақсалдай қымтанып жатыр. Оң жақ кеуде тұсын тер жарғақтың сыртынан бір сипап өткен жүзбасы оқыс тіл қатты. Бұйрық қатты, уақыт тығыз, жолды барынша қысқартып, хан ордасына қалайда тез жетейік. Шымды беткейдің сығырдаң топырағын ат жағымен сойдақтаған төртеу төмен қарай жоста жөнелді. Жылаңқы бұлағы жорғақта яққан Ирексайдың іші ұры қуысты, қоян бұлтақты. Қойны қонышы қорғасын бұлттармен көпірген сай ішінде жауын саябыр болғанымен тұман қою екен. Ат құйрығына оралып алдартты қаумалайды. Аспан ағыл-тегіл ақтарылып жатса да Ирексайдың жібейтін түрі жоқ. Сұрғылт тұманға сұмдығын жасырып, сырын бүгіп тұрғандай. Шылбыр бой аралық тастап, тар жолда бөрі бүлкекпен үздік-создық келе жатқан төртеу әлден уақытта шағын жазғайға сопаң етіп шыға келісті. Осыны күтіп тұрған тәрізді, бір сәтте өкпе тұстағы бітеу өзектен шымқай тұманды қақ жарып, белгісіз қара шоғыр тап берді. Қанша сақтанып келе жатса да қапелімде сасып қалған төртеу шоқыта шапты. Бірақ алдағы жапырық тұмсықты айналғанша тірсектей қуған торуылшылар екеуінің атын көздеп омақастырып түсірді. Аттары жығылғанымен кереге бойы шалғынды сүзе құлаған жырынды сайлауыттар екі-үш домалап барып шапшаң атып тұрды. Сол мезет қайта қайырылған серіктерінің үзеңгісіне жабыса жүгірген беті тейінше қарғып арттарына мінгесе кетті. Жай кеткен жоқ, кері бұрылып садақ кезеп, қозы жаурын жебеден үш-төртеуін едел-жедел мөңіретіп үлгерген. Шырқырай ұшқан қауырсынған тоқтар өршеленген қуғыншылардың бірнешеуін аттан төңкергенде арттағылар соған ұйылға қалды. Осы орайды қалт жібермеген жүзбасы дереу тізгін іркіп, қасындағылардың бәрін аттан түсірді. Сосын өзінің қақпан бел қызыл көгін бағанағы жас сайлауыттың алдына тосты. Төртеуміз бірде екі атпен қашып құтыла алмаспыз. Сен мынаға мінде өз атыңды жетекке алып анау теректі жылғамен өрлей тарт. Арыдағы тік мойнақ тассаң аман кетесің. Біз мына шоқпар тасты бетке жая өрмелеп, аналарды шырғалай тұрайық. Егер іздеп жатар күн туса, үшеумізді сол маңдағы тар үңгірден табарсың. Жүзбасы тері жарғаққа қолын жүгіртіп, оң жақ қойнынан жасыл мәуітіден тігілген алақандай қалташан алып шықты. Мынау төмен басының хан ордасына жазған 3 бу хаты, осыны жылдам жеткізу саған аманат. Тік мойнақтан асып бұта бүргенді қойнауға сүңгіп кеткен жас сайлауыт көп өтпей ат басын тежеп алды. Алғашқы ет қызуда аманаттың салмағымен едәуір алыстаса да, арт жағынан бір ауыр қол тартып тұрғандай жүрісі өнбей қойған. Аттарын мініп, өздерін жаяу қалдырған боздақтардың ең болмаса бетін жасырмай кететіні іші бауырын өртеп барады. Ол қайта оралғанда тұманы селдіреген Ирексай жым-жылас мүлгіп тұр екен. Ал қан исі мүңкіген үңгірде үш мүрде айқасып жатты. Үшеуінің де киімдері алқам-салқам, жаңағылар өне бойларын тінтіп әлден іздеген секілді. Жас сайлауыт үңгірдің аузын бітеп атына қонғанда, қарсы алдындағы таңбалы жартасқа үнсіз телмірген қос балбал кірпік қақпаған күйі қала берді. Күдір жолды қисынбайтын Ниссан патрол жеңіл қозғалып келеді. Тізгіндегі жақсылықтың жанына бурыл сақалын сәнімен қойған қызыл шырайлы Байжан қарт жайғасқан. Артқы орындықта Болыс пен Қалихан, кеңес өкіметі кезінде таудың күнгей бетінен орыстар кен қазған. 2 жылдан кейін қайтып кетті. Мына жол сорабы солардан қалған. Ал теріскей беті бұлақты қайың, терегі сыңси өскен нужыныс. Байжан қарт өздері келе жатқан жер жағдайын қысқаша таныстырды. Олар енді жолсыз жердің жайдақ тұстарын қуа таудың теріскей бетін өтті. Қалихан түйілген жұдырықтай оқшау тұрған шоқпар тасты бірден аңдады. Орқаш-орқаш қошқыл тастың желмен жауын мүжіп, күн күйдірген шекесі шытынап тұрғандай. Оның құлағында атасының әр сөзі сайрап тұр. Айна қатесіз, айтылған белгілер өзгермеген.
Шекарадан өткелі жүрек соғысын жиілетіп, ұйқысын қашырған жайт, арғы бабасы кебінсіз жасырылған үңгірді табу болатын. Ақыры сол тілегіне бір табан жақындаған сыңайлы. Толқыған сезім көз шарасына ыстық жас үйірген ол, болыстан қалқалап жүзін бұрып әкетті. Болыс бөлесі жақсылықтың досы екен. Жер шолып, тауда саралағанды жан сүйетін жігіт бұл сапарға қуана ілесті. Осы өңірдің көзқарақты адамы Байжан ақсақалға ертіп апарып, ол кісінің өздерімен бірге жүруіне үлес қосқанда сол. Міне, Қалихан қазір талай рет түсінде көрген шоқпар тастың дәл түбіне келді. Сосын бетін шығысқа туралады. Оң жағында түйенің өркешінде екі қожыр тас жатыр. Сол жақта бітік өскен қайың мен көктерек, шоқпар тастан төменірек ұзындық арқан бойы, биіктігі уық бойы көк жар тас тұр. Бетінде алуан таңба бейнеленген, әсіресе мүйізі шаңырақ бейнелі алып бұғының суреті айрықша көз тартады. Оған қарама-қарсы еңсесі биік құрыш мүсін қос балбал мызғымастай орын тепкен. Жартастың оң жағасында үңгір бар. Қалихан оның барына титтей де шүбәланған жоқ. Күнде келіп жүрген адамша қолына күрегін алып солай беттеді. Құны перен қазып жатырсың ғой, әбден анықтап толық есіңе түсіріп алмадың ба? Күрек саймандарды көтеріп жеткен жақсылық сенімсіздігін жасыра алмай, жартас түбіндегі күреңсе шымды қопара бастаған Қалиханға екідай пішінмен қарады. Қойманы я көмген алады, я көрген алады. Мен көргенде көмгенде адам емеспін. Бірақ көргендей болып көзімде сақталып, көмгендей болып санамда қатталған тау, тас, ағаш, сай жылға бүгін сол қалпымен көңілімдегі картинаның орнын дөп басты. Үңгірдің осы маңда екеніне еріктен тыс бір сенім итермелеп тұрғанын да жасырмайым. Қазып көрейік, ішкі түйсігім алдамайтын сияқты. Маңайда үңгір бола қоятындай басқа белгі, нұсқа білінбейді. Осы араны байқап көріңдер, деді Байжан қартта оны қостап. Үш жігіт таңбалы жартастың қиыс шетін қазуға кірісті. Тау беткейінің күрек бой топырағы жас баланың бетіндегі секпілдей майда шағыл аралас шымды, жұмсақ болғанымен, арғы қабаты керіштеу, бұта бүргеннің айқыш-ұйқыш сіңіртек тамырлары жүгірген жалаң күрекке қолайсыз болып шықты. Па, Шыңғысханның қабірін іздегендерде бұлай қиналмаған шығар, деді. Самайынан аққан терді сүрте, жейдесінің өңірін желпіген жақсылық қалжыңдай күліп. Алдымен Қалиханның атасын тауып алайық. Шыңғыс бабамыздың қабірін басқа емес, өзіміздің Шыңғыстаудан біргіздейміз, деді оған әзілдей жауап қайырған болыс. Түске қарай ала шыққан айран мен табананды аужал қылған олар жартастың жүйрік басына қарай кеңіте қазып жатыр еді. Кенет жақсылықтың күрегі көлемділеу жалпақ тасқа тап болды. Үшеуі жан-жақтан жеделдете көріп, тастың маңайын аршып жіберді. Бір-бірінің үстіне тірей, көлбете қалаған жалпақ тастардың арасы құм-кершік, қиыршық топырақпен бітеліп қалыпты. Беткі қабаты қабыршақтана дымыққанымен тастардың үгітіліп түсер түрі жоқ. Қалихан біреуін еппен тартып ет, қозғалмады. Содан үшеуі жабылып, үстіңгі тасты құлатып кеп қалғанда, ар жағынан кереге көздеп айқастырған ағаштардың арасынан қарауытқан үңгірдің аузы шыға келді. Үңгір екен, таптық ата, үңгірді таптық, деп айғай салды Қалихан. Қолындағы күрегін бір жаққа лақтыра салған оның көзінен найзағай отындай шаттық ұшқындары жарқ-жұрқ ете қалды. Өй, ақырын, байқайық әлі, деді жақсылық өз көзіне өз сенбей үркектеп. Мәссаған, басың бас емес карта ғой сенің, арасында үңгір ғой мынау, қалай тауып алдық, ә? Болыстың аузына басқа сөз түспей, желкесін қаси берді. Иншалла, іздеген жетер мұратқа деген осы, қуанышың ұзағынан болсын қарағым, деген Байжан қартта қазылған жерге жеп-жеңіл сырғып түсті. Бұлар енді тас пен ағаштың бәрін алып, үлкендігі сырмақ бой ауызды толық ашты. Бергі жағы алакөлеңкеленіп көрінген үңгірдің арғы түбі қараңғы, ішінен сыздауыт борық жердің топырағынан шығатын қышқылты мейіз танау құрады. Жә балалар, үңгірдің табылғаны осы. Жаратқан емнің хикметімен ауызды бекіткен тас пен ағаш бүлінбепті. Сүйек осында болу тиіс, қорықпаңдар. Бұл арада жаумен айқасып қаза тапқан бабамыз жатыр, деген Байжан ақсақал үңгірдің алдына тізе бүгіп, екі-үш қайталап аят оқыды. Әлгіндегідей емес, бәрінің көңілі жайланып қалды. Қария азық-түлік салған сөмкесінен прожектормен арнайы әкелген үлкен ақ кездемен алғызды. Содан кейін бісміллә деп еңкейе үңгірге кірген қарияның соңынан кібіртіктей жылжып ана үшеуі ілесті. Үңгірдің төбесі онша биік емес,
Созған қолың тиіп кетердей алас екен. Ар жағы анық көрінбейді, түбі біраз жерге баратын секілді. Сәл тұрып дем басқан қария күбірлей иман айта беріп, прожекторды жағып кеп қалды. Сан ғасыр бойы соқыр қараңғылықтың құрсауында қыстыққан тас үңгір, жаралғалы көрмеген алапат жарықтың алдында барын жайып салғаннан басқа ештеңе істей алған жоқ. Тағаны құрғақ құмдауыт, қабырғалары көкжаңқа үңгірдің түпкі жағында саудыраған адам сүйектері ағараңдай жарқ етті. Әр жерде қараң-құраң қару-жарақтың қалдығы да көзге шалынады. Мұны көргенде жүректері дір еткен болыс пен жақсылық шегіншектей берді. Қалихан да тіксініп қалғанымен ол әсерден тез айықты. Кеудесінде қорқыныштан гөрі баба рухына деген арман аңсар тудырған өзгеше жақындық сезімі ойнап сала берді. О, құдіреті күшті тәңірім деп таңғала үн қатқан Байжан қарт сүйектерге жақын келіп, ақ кездемені жапты да отыра қалып үңгірді күңіренте Құран оқыды. Басқа бір әлемге тап болғандай, әр қайсы әртүрлі күй кешкен төртеу, 3 ғасырға жуық уақыт бұрын осы арада болған оқиғаны өздерінше елестетіп, өлілер тұрағының ішінде үнсіз мүлгіді. Қалихан қарағым, деді сәлден кейін Байжан қарт. Мына жерде бір емес 3 адамның сүйегі жатқанын көрдің. Қайсысы сенің бабаң екенін айыра алатын белгі не басқа дәлелің бар ма? Шынын айтқанда Қалихан мына жағдайдың шын өтірігіне жіпті қалмай ебіл-дебіл күйде отырған. Ақсақалдың сөзінен соң шұбатылып кеткен ой шумақтарын жинап, бойын түзеп ала қойды. Ондай белгі қайдан болсын ата? Жуырда қайтыс болған адам болса бір сәрі, қаншама жылдардан кейін бар мен жоқтың арасында басымыз шарадай болып отырғаны мынау. Арнайы ғылыми зерттеу арқылы анықтау керек шығар, деді үні дірілдей шыққан ол. Мә, ұста мынаны. Жалт қараған Қалиханға Байжан қария өрнекті қынынан суырып, сармойнақ кездігін ұсына берді. Ешқандай зерттеу-мерттеудің қажеті жоқ. Қолыңнан қан шығарда мына жатқан марқұмдардың сүйегіне жағалай тамызып шық. Егер сені қанынан жаратқан атаң осында болса, ал сен сол бабаңның қанына қылау түспеген болмысына дақ салмаған ұрпағы болсаң, аққан қаныңды баба сүйегі сіңіріп, бойына тартып алмағы ләзім. Тамырыңнан тулап аққан тұныққан атаңның ақ сөңке сүйегіне топыраққа тамған судай сіңуі тиіс. Бұл қасиетіңнен айналайын, арда нәсілді ата-бабаларымыздан қалған асыл дәстүр, ақ-қараны айырудың ақиқи жосын екен. Қалихан буырыл сақалы қызыл сары жүзіне құп жарасқан кең маңдайлы келісті қарияға таңдана қарады. Сосын ата тегін анықтайтын мұндай қанкешті амалдың болатынына әрі күмәндана, әрі қуана пышақталды. Бетінде көгілжім сәуле құбылған кездік қан қаумай жадырамаймын дегендей қатал безереді. Иә, қатал. Тарихтың шындығы қандай қатал болса, оған жетудің жолда жұмсақ бола қояр ма? Үңгірде қалған баба туралы атадан балаға өсиет болған аманат ретінде 7 буын ұрпақтың мойнына жүктелген асқақ міндет бүгін міне ақырғы нүктесіне жеткелі тұр. Ол нүктені басқалай жолмен емес, қан тамшысымен қою Қалиханның тәлейіне жазылыпты. Ал егер қоя алмаса ше, оның денесі бір ысып бір суыды. Бойындағы 62 тамырын тепкілеген қаны туралы тұңғыш рет ауыр ойға түскені осы болар. Түп-төркінін тануға қабілетсіз қаны сұйық біреу боп шықса, сүйегі саудыраған баба әруағы оны кешіре ме? Аядай үңгірде арман мен ажал құшқан атасын не үшін қан төкті? Өзін өлімге байлап, хан ордасын үлкен қауіптен құтқарып қалған батыр баба келешек ұрпағы жасық жәутік болады деп ойламаған шығар. Шекесі шып-шып терлеген ол баба сүйегі жаққа қарауға батын алмай, басы салбырап тұрып қалды. Ал балам, тосылма, бөгелме, деді Байжан қария даусы абыздай күңгірлеп. Болыс пен жақсылықта оған қыбыр етпей қадалып қалыпты. Бойын билеп алған Қалихан өзінің бұлайша болбырап тұрғанына намыстанып кетті де, жүзі қыл қауып тұрған сармойнақ пен алақанының шетін ала шертіп кеп қалды. Сосын алқызыл моншақтай мөлт етіп, қолының сыртына жылап аққан қанды оң жақтағы адамның бас сүйегіне тамызды. Бірақ оған қан тоқтаған жоқ. Кілегей шаң жапқан сүйектен сырғи ағып, құмдауытқа үзіліп түсті. Денесін діріл басып, түрі әлем тапырақ күйгенген бала жігіт ебедейсіз қимылдап екінші адамға бұрылды. Алайда ортадағы кісі де Қалиханның қанын қабылдай қоймады. Сүйектен тайғанай қашқан қанды табан астындағы обыр топырақ жалмап ала қойды. Прожектордың ақшулан жарығында көлеңкелері көкжаңқа қабырғада теңселген үшеу үнсіз тынып қалған.
Атқалақтаған жүрек дүрсілі жымжырт үңгірді дүбірлеткен Қалиханның буыны босап сала берді. Үшінші адамға жабылған ақ кездемені ашар ашпасын білмей жүрелеген күйі отыра кетті. Пышақ кескен алақаны тызылдай ашып, ауырған нені сезді. Онымен қоса жүрегі де тызылдап ішіде ашып бара жатқандай. Ақиқатпен бетпе-бет келу қандай ауыр еді. Бақилық болған бабаңның орнын тапқаныңмен, оны ұрпағы болып тани алмасаң, шашылып жатқан сүйегін жинап, арулап жерлеуге жігерің жетпесе, адал ұрпақ болғаның қайсысы? Ауызша көп айтылатын сын сағаттың шын тап келгенін ол анық аңғарды. Бабадан қалған қатал жосын оның қайғырып, қорғалап отырғанына қаратпайын деп тұр. Кеудесіне құлаған басын сілкей көтерген Қалихан қолынан аққан қанның тоқтап қалғанын байқады. Өзіңнің кім екеніңді анықтайтын мұндай сәт миллион пенденің біріне ғана бұйыратын шығар. 3 ғасыр бұрынғы бабасының қураған сүйегіне қан жүгіртетін қасиетті орайдың енді мәңгі қайталанбайтынын сезген ол, әрі қарай әр-сәрі күйдің ақмақтық болатынын түсінді. Түсінді де қылпылдаған сармойнақпен алақанын екінші мәрте тілді. Ақ кездемені ақырын ысырып, сызып аққан ыстық қанын ең соңғы сол жақ шеттегі адамның бас сүйегіне тосты. Міне ғаламат, дәл маңдайға шып-шып тамған 3 тамшы қан толқи тербеліп тұрып қалды. Сосын дір-дір кілкіген қалпы баяу жайылып, иіп сала берген бас сүйекке бұйралана сіңіп бара жатты. Жүрегі кеудесін жарып шығардай жұлқынып кеткен Қалихан мына ғажайыпқа көзі бақшиып қатты да қалды. Жанарынан сорғалаған мөлдір жастың қанмен бірге бас сүйекті жуып жатқанын аңдаған жоқ. Дуаланып қалған міскіндей денесі сіресіп, бойынан жан кетіп есеңгіреп біраз отырды. Ақыры осының бәрі шын болғанына енді көзі жеткендей, қан-қан алақанымен бас сүйекті аялай сипап, таптым, менің атам екен, атамның бас сүйегі екен, таптым, таныды мені деп күбірлеп, аздан кейін бас сүйекті құшағына қысып алғанын да білмей қалды. Болыс пен жақсылықтың таңданысында шек болған жоқ. Оларға тіпті Қалихан басқа ғаламшардан келген тылсым жан есіндей көрінді. Көміліп қалған үңгір тумысында бұл өңірді көрмеген Қалиханның оны салған жерден тауып алуы, саудыраған құрал-жарақ, ақсөңке адам сүйегіне қан тамызу, о құдірет, суша төгілген адам қаны жүздеген жылдықтар бойы талай рул ел, ошақты отбасыны тоздырып, өткен дәуірдің өрнекті беттерін өшіру үшін аққан еді ғой. Қолы қанға малынған небір жауыздар ай күні толып отырған ананың, бейкүнә сәбидің, қыршын баһадүрдің обал күнәсін мойнына жүктемеп пе еді? Ал мына қан керісінше үзілген ғасырлардың арасын жалғауға, ата тегін, баба дерегін тауып, бағзы заманның бедерін тануға тамшылап жатыр. Қолы қанға малынған анау бала мойнына күнә емес, асыл арман, абыройлы міндет, аяулы үміт жүктеп келіп тұр. Жә балам, сүйекті орнына қой деді. Өзі де терең ойға шомып кеткен Байжан қарт. Ғасырлардың қараңғы түкпірінде қалған бабаңды таптаза қаныңмен тапқан сенің де, жауының қолынан қапыда мерт болса да, артына өзіңдей асылған ұрпақ қалдырған бабамыздың да арманы жоқ екен. Біз осындай тазалығымызбен тектілігімізден тамыр үзбесек, тарихтың қатпарынан талай жоғымызды табамыз. Өшкен жанып, өлген тірілген деген осы болар. Енді марқұмдардың сүйегін қайда жерлейміз, соны ойластырайық. Бір тыныс ашылып, кеудесіндегі шері ағытылған ирек сайдың да күні күлімдеп, бұлағы сыңғырлай бұралады. Еркелей соққан ойнақ самал тал теректердің жапырағын аймалап, шоқпар тастың да маңдайын өпті. Ал үңгір сыртындағы қос балбал сол баяғы тілсіз қалпынан танар емес. Қарсы алдындағы таңбалы жартастан көз алмайды. Соның мәңгі жұмбақ құпиясын оқып отырғандай ұзақ тесіле қараған күйі қала берді. Мұрат Алмасбекұлы, оқыған Сұңғат Ғазизұлы.